Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар, қош келдіңіздер. Алла тағала жасап жатқан құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Тоңып қалдыңыздар, енді Медина салқындау болып тұр. Бір кішігірім уағыз айтып кете қояйын. Иншалла сұрақтарыңыз барлар, сұрақ қоярсыздар. Сол уағыздан кейін қайтам дегендеріңіз қайта берерсіздер. Құрметті жақсылар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласында жүр екенсіз. Тағы бір насихат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны туралы оқып келгеніңіз жақсырақ болады. Немесе егер оқып келе алмасаңыз, тым болмағанда бір кішкентай уақыт бөліп, гостиницада, ютубтан болсын, пайғамбарымыздың тарих туралы кино, немесе бір кішігірім Википедиядан болсын, сол кісінің өмір баяны туралы бір 15-20 минуттық парақшалар оқығаныңыз абзал болады. Неге? Өйткені сіздердің қазіргі мында басып жүрген, әрбір табандарыңыз басып жүрген, бәрі тұнып тұрған тарихтар. Байқасаңыздар, мынау кішкентай мешіт, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең алғашқы салған мешіті бар жоғы 800 квадрат болған екен. Бар жоғы. Енді 800 квадраттың өзі үлкен ғой негізі. Үй есебінде. Ал енді былай 800 квадрат болған кезінде. Ал енді қазір біз осының сыртыменен 1.700.000 квадрат. 1.700.000 квадрат жерде отырмыз. Пайғамбарымыздың мешіті қазір соншалық үлкен. Бұл жердің өзіне осы король соңғы кездегі, осы жердің патшасы соңғы кезде сарыптаған ақшасы 37 миллион доллар. Ең соңғы сарыптаған ақшалардың бір, ойлаңызшы. Ақша сарыптағанда осының жөндеуіне, ана-мынау нәрселеріне, кілеміне, басқасына. Мысалы, кондиционердің өзі осыдан 7 километр қаланың сыртында. Сол 7 километрден бері қарай туннель менен созылып, мына жерден жердің астынан сондай салқын кондиционер келіп тұрады. Мына төбеңіздегі ашылатын шатырлардың өздері арнайы неменен инженер арқылы заказ беріп жасалынған дүние. Әлемде бұл нәрсе жоқта деп ойлайтын шығарсыздар. Қанша аралассаңыздар, өзі жабылады, өзі керек уақытында ашылады. Енді мақұл ғой бұл дүние. Бірақ мен тағы бір нәрсе айтқым келген нәрсе, құрметті жақсылар. Адам осы дүниеде енді дүниеге келгеннен кейін біз затқа байланып қаламыз кейде, бір заттарға байланамыз. Сол туралы бір кішігірім айтып кеткім келеді. Біздің исламда негізі расында да үлкен әулие кісілер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сияқты кісілердің қалып кеткен заттарын ұстап, соларды тәу ету, соларды бір қандай да бір жақсылыққа пайдалану рұқсат етіледі. Оны теберік деп айтады. Сол үшін ана жасы үлкен кісілер бар ғой, 90-ға келген, 90 үстіне шыққан дүние салғанда солардың киімдерін тарқат береді, теберік деп. Одағы мақсат енді мен 90-ға келейін деген ғана бір ырым ғана ғой. Ал енді әулие кісілердің қалған заттары қандай ырым болып саналады? Ол кісілердің даты Құдайға жеткен, ендеше ем болсын, немесе сондай бізде бір сол тура жолдан бір кішкентай бір үлес болсын деп па, қандай деп айтсақ болар еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан қалған заттар болған. Біраз қалған заттар болған. Сол заттар туралы айтып кеткім келеді. Мысалы, тоны болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ол Медина қаласында жүрген, қолдан қолға көшіп. Ауырған адам сол кісінің тонын алып кетеді екен үйіне. Сөйтіп үстіне жамылып жатады екен. Немесе ол кірлейді ғой енді қолдан қолға тасылғаннан кейін. Соның кірін жуады екен да, сол кір суды үстіне пайдаланады екен. Үстіне жуынады, немесе ішеді екен кейбіреулер. Сөйтіп ауруынан жазылады екен. Қараңызшы, сондай кездер болған. Бірақ тағы мысалы сондай нәрсе Халид ибн Валид туралы айтқым келеді. Өте батыр кісі болған. Енді нені көрген шығарсыздар, енді Ухуд тауын, сол жерде ана садақшылардың орны, сол жерде ол кезде ол кісі иманға келмеген кісі 200 атты әскерменен сол жерді қиратып кеткен жігіттің біреуі болады. Кейіншелік исламға келіп, исламның туын көтерген азаматтардың бірі. Сонда сол кісіні айтады. Мысалы қараңызшы, пайғамбарымызды неше рет өлтірем деп 3 рет па тарихта өлтіруге жақын қалған адам. Кәдімгі өлтіруге шамасы жетіңкіріп, бірақ Алла Тағала бермеген кісі. Ал енді сондай дұшпандық қылған адам, пайғамбарымыз сондай жақсы көрген туралы сөз бар. Бір күні бір соғыс кезінде Халид ибн Валид генерал ғой енді. Соғысқа әскердің бәрін саптап қояды да, генерал шықпай қояды ғой. Неге шықпайды деп жұрттың бәрі аңдиды бұны. Не болып жатыр десе, қопсытып шатырының ішінде бір нәрсе іздеп жүр. Сол жігіттер кіреді, бізде не жәрдем дейді ғой. Менің дулығам жоқ дейді ғой. Сөйтсе, менің дулығамды ки дейді.
Біреу айтады, менікі 1000 реал, ана қымбат 1000 алтын тұратын дулыға. Мен әперейін сізге қандай дулыға керек деп. Сөйтсе, жоқ, мен өзімдікі керек дейді ғой. Сіздің сол бір алтын дулығаңыз бет сонша. Жүріңізші, соғысқа барамыз, сіз тіпті соғысқа кірмей-ақ қойсаңыз да болады. Біз соғысамыз дейді ғой, бір бастап беріңізші дейді ғой. Сонымен сондай дулығасыз да шығама деп адамдар оны түсінбейді ғой, неғып бұл жабысып қалды деп. Сөйтсе бір жігіт бір жастықтың астынан мыжылып қалған бір жаңа бөрік сияқты бір нәрсені тауып алып келеді ғой, дулыға деп. Мынау ма десе, иә дейді, жабысып алады ғой, сөйтіп басына киіп атады. Не бұл, неге қымбат десе айтады. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламменен қажылық жасадым дейді. Өмірімде сол қажылығым қымбат қажылық болды. Сонда пайғамбарымыз сол қажылықтан кейін шашын алдырды дейді. Шашын қырып алдырған, пайғамбарымыз шашы ұзын болған. Шашының ұзындығы желкесіне жеткен. Ал екі жанындағы самайының шашы құлағының ұшына келген. Сәжде қылған кезінде күн сияқты бүйтіп шашылып тұрады екен. Сонда үлкен шашын өте күткен адам да о кісі. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа умра жасап, қажылық жасап, шашын толық алдырып тастайды. Сөйтіп шашын алдырып атқан кезінде шашын сол жерде келгендерге үлестіріп береді адамдарға. Сонда мен де таласып тұрып сол шашты алып алдым дейді. Сөйтіп осы дулығамның ішіне салып қойдым деген екен. Мен ол кісіні осылай жанымда иіскеп жүрмесем, сезіп жүрмесем болмайды деген екен. Соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға махаббаты. Ендеше ол заттарының белгісі пайғамбарымызға деген махаббатты ғана білдіреді, бауырлар. Біз затқа табынатын адамдар емеспіз. Мен айтқым келетін екінші бұрышы, біз затқа табынбаймыз. Тасқа, тауға, мүсінге, немесе Құдай сақтасын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам суретін сап қойып, кейбіреулерді мен білем, үйіне сап қойған адамдар бар екен. Біз ондай суретке табынбаймыз. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аса таяғын тауып алсақ та, біз оған табынбаймыз негізі. Ол табынатын зат емес. Иә, теберік қылуға болады. Оған деген махаббатыңызды сол арқылы білдіруге болады. Сол арқылы сол кісіні көргендей болып, соған деген ышқыңызды, соған деген бір жаңағы сезіміңізді білдіруге. Одан артық емес. Өйткені зиянды да пайданы да беретін кім? Алла тағала. Зиянды да пайданы да беретін Алла тағала. Алладан ұлы еш нәрсе жоқ. Тау менен тас еш нәрсе бермейді бізге. Тіпті тау менен тас емес, адамзат, пайғамбарымыз өз сөзі бар ғой. Сендерге дейді, бүкіл халайық жиналып тұрып зиян келтірем десе, Алланың қалағаннан артық сендерге зиян келмейді дейді. Және бүкіл халайық жиналып саған пайда келтірем десе, Алланың қалағаннан артық сендерге пайда келмейді дейді. Сондықтан, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кетті, иә. Бірақ ол кісі кеткеннен кейін ол кісінің заттары да жоғалып кетті. Бірақ ол кісінің заты жоғалып кетті де біз қайғырмаймыз. Мысалы айтайық, Иса алейхиссаламның өзі мұғжизасы не еді? Ол кісінің өзі еді да. Ол кісі өзі бір нәрсені өлікті қабырды кеп сипаса, сол қабыр тіріліп тұрады екен. Бір адамның көзі көрмей қалса, көзін сипап жіберсе, көзі көріп кетеді екен. Өмірі көзі көрмеген адам болса да, туымысынан соқыр болса да, немесе бір адамның терісінде бір қандай да жаман аурулар болса, сипап жіберсе, жазылып кетеді екен. Балшықтан құс жасайды екен да, үф деп үретін болса, шырылдап ұшып кетеді екен құс. Мысалы да, соншалықты, бірақ Иса өліп қалды. Өліп қалғанда енді кетіп қалды. Қайтып келеді енді Алла тағала ол кісіні. Жасырып қойды. Ал енді Мұса пайғамбардың аса таяғы бар еді. Мұғжизасы сол еді ол кісінің. Бір соғат теңізді қақ бөлетін, бір соғат тасты қақ бөлетін. Бір еске түсіп кетті, Мұса пайғамбарды, ол кісі негізі қара торы кісі болған, қара өңді кісі болған. Жұрттар соншалықты ұятшан кісі болған дейді, денесін көрсетпей деген, әрдайым қалың киім киіп, үстіне бірнеше размер қалың киіп, денесінің қандай екен білмейді екен. Содан жұрттар мазақтай деген, бұның денесінде ауру бар, қотыры бар, денесі қисық, аяғы қисық, өзі қисық, андай бұндай жараспай қалған адам деп ойлайды екен. Алла тағала әдейі көрсетемін деп, ол кісі жуынып атқан кезінде киімдерін бір тастың үстіне қойып, жуынып атқанда ана тас алып қашады ғой бұның киімін. Ойласаңшы, Алланың құдіретімен, әй, тас бер деп асатаяқпен 4-5 мәрте ұрғанда тасқа шешкі шыққан дейді, 4-5 мәрте. Ойласаңшы, бірақ ол Алланың әмірімен қашты ғой, әдейі. Жұрттың алдына сонда Мұса пайғамбар жалаңаш жүгіріп шығады ғой енді. Сонда бар денесін көрген кезінде анандай керемет, енді бұлай біздің тілде Геркулес дейді ғой енді. Сондай бір әсем денелі, пішім деген мүсіндей болған
керемет азамат болған ғой, сұлу. Пайғамбарымыз соны суреттеп береді. Мен Миғражға барғанда Мұса пайғамбарды көрдім, ондай сұлу адамды көрмедім дейді. Өте ұзын бойлы, қара өңді, сондай бір жұмсақ жүзді кісі болған деп айтады. Пайғамбардың барлығы сондай болған ғой. Мен айтқым келгені, Мұса пайғамбардың өзі кетіп қалды, өйткені асы таяқ еді оның несі да, мұғжизасы. Барлығында сондай бір нәрсе болды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұғжизасы не? Ең үлкен мұғжизасы. Ол Құран біздің алдымызда бар ол. Ол өшкен жоқ, ол тұр. Бірақ қызық нәрсе бар да, сол Құранды қанша адам оқиды, кейбіреулер одан сайын кәпірлігі арта береді, Құдайға деген сенімсіздігі. Ал кейбіреулер сол Құранды оқиды, барған сайын Құдайға деген махаббаты арта береді. Ендеше біліңіз, сіз қандайсыз, көргіңіз келе ма? Сізді көрсететін Құран бұл мұғжиза. Құранның ішінде сіздің шипаңыз бар. Ауырсаңыз, оқысаңыз, жазыласыз. Мысалы айтайын, қандай дерт болса да, имам Шафи айтады, құр Фатиха сүресін оқып, суға оқып, өзіңе дем салып іше берсең, жазылмайтын дерт жоқ дейді. Тіпті жылан шаққанға да сол Фатиха сүресін оқи бересіз, ауырғанға да бәріне оқи берсеңіз жетеді, басқа сүре білмесеңіз де. Құран ауырғанға шипа, рухы түскенге қолдаушы, сыр іздегенге сырлас дос, қиямет күні сіздің шапағатшыңыз, сіздің досыңыз. Білесіз бе, Құран-ы Кәрим соншалықты мықты нәрсе, сізді Алла тағала Құранды сіздің шапағатшыңыз қылып қойған. Соншалықты Құранмен дос болған адам ешқашан қор болмайды, құрметті бауырлар. Егер сізді Құран дос қылса, сіз екі дүниеде де жаманшылық көрмейсіз. Екі дүниеде де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құранды жатқа алған сахабалары көп болған. Солардың ішінде қанша тарихы бар. Мысалы, имам Маликті айтайықшы, бергі келгендегі, бертін келгендегі имам Малик деген кісі осында жатыр, мына Бақиға деген мына жерде қабірстанда жатыр. Соның денесін 4 мәрте көшірмекші болған. Бірақ 4 мәртеде де заман өткен сайын, ашылған сайын ол кісіні кеше жерлегендей болып жатқан ғой. Денесі шірімейді ондай кісілерді. Құранды жаттап соған амал қылып, сомен өмір сүрген, Құран ол кісіні дос тұтқан адам. Сондай болады, денесі шірімейді ол кісіні. Ойлаңызшы, біз Құранға лайықты өмір сүре білуіміз керек. Пайғамбарымыздың өзі көзі кетсе де, пайдаланған заттар кетсе де, оның исін иіскей алмай қалсаңыз да, біліңіз, пайғамбарымыздың сізбен бізге тастап кеткен мұғжизасы қалды. Ол Құран. Құранды оқыңыздар, үйреніңіздер, оны дос тұтыңыздар, шапағатшы тұтыңыздар, серік, ақылдас тұтыңыз. Жаныңыздағы көп қолдаушыңыз да Құран. Ақыл іздесеңіз ашыңыз. Сізге ақылшы болады, шапағатшы болады, рахат, жанның рахаты болады. Сондықтан айтатыным, құрметті бауырлар, бүгінгі тақырып осы Құранның мұғжизасы жайында ғана еді. Мына сіз осы отырған жеріңіз Құранның ең соңғы аяттар түскен жерлер, осы Медина қаласы. Осы жерден бастап ең соңғы аяттар тәмам болған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең соңғы аят түскен аяттардың бірі ол Иза жаа насруллахи вал фатх деген Наср сүресі. Кішкентай аят, сонда ей Мұхаммед, саған Алланың жеңісі келіп, қолдауы, жәрдемі келген кезінде, адамдар топ-тобыменен дінге кіріп жатқан кезінде Алла тағаланы мақтап, Құдайдан кешірімді тілей бер деген кезінде жұрттар қуанады. Міне біздің дініміз көтерілді, көбейді, бұдан да асады, жеңістер келеді деген кезінде бір риуаятта Абу Бәкір, бір риуаятта Омар дейді, жылаған дейді. Ата анам жолыңда құрбан болсын, сен кететін болдың ба деген екен. Содан біліп қойғанға, өткен жеңіс келді деген сөз, ол өзінің тірлігін бітірді деген сөз ғой. Жеңіс келіп біткеннен кейін сен не істе дейді, Құдайды мақтап, Құдайдан кешіріміңді сұрай бер деген сөз түсінікті шығар, я? Енді сен кетесің деген сөз да. Сол үшін болса керек, қазіргі кезде ғалымдарымыз Құран оқып атқан кезінде үлкен жиындар болып атса, бұл сүрені оқыма дейді. Пайғамбардың өліміне сондай бір белгі болып қалмасыншы деген бір жүректің жұмсақтығынан ұстаздарымыз сөйтіп айтады. Өзің оқы, сүй, оны жек көру емес, Құдай сақтасын. Бірақ қуанышты жиындарға келген кезінде бұл сүре емес, жәннат аяттарын оқысаңыздаршы деп насихат қылатын ұстаздарымыз.
Құранның ішінде оқитын, үлгі алатын, өмірімізге насихат қылатын аяттар көп. Иншалла алдағы уақыттарда ертеңгі алдыңғы күнгі сабақтарымызда иншалла сол Құранның ішінен өзімізге керекті болған алатын, осы жерден алып кетіп өмірге қолданатын аяттарды иншалла оқып өтіп кетеміз деп ойлаймын. Сондықтан соған дейінгі сіздерге тапсырма өзімізбен өзіміз жұмыс жасау туралы айтып едік. Енді пайғамбарымыздың тарихын ертеңге шейін шама жеткенше оқып, киноларын көріп, кішкентай неғып шығайық. Сұрақтарыңыз болса берерсіздер, Құдай қаласа. Сол жерде, осы жерлерде отырып талқылаймыз иншалла. Ал енді біліңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы кішкентай бір жерде өткен, қазір мынау үлкен қала, біз отырған жердің барлығы бүкіл Медина қаласының сыртына шығып кеткен жерлер. Мына жерде, кішкентай жерде, 322-ші есіктің дәл жанында кішкентай бақша тұр. Сол жерде бір кішкентай үйшік болған. Сол үйшік Сақифату Бани Саад деген жер бар. Сол тарихтан қалып кеткен үзінді ғана. Басқа тарихи бір үйлер, басқа нәрселер аз қалды. Ол жер бірлік мекен деп аталады. Пайғамбарымыздың көзі жұмылғаннан кейін, пайғамбардан кейін Әбу Бәкір сайланған жер сол жер болады екен. Сондықтан, құрметті бауырлар, сіздерге айтатыным, тарих жерлерінде жүрекесіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көп-көп салауат айтыңыздар, көп-көп зікір айтыңыздар, және Құран оқыңыздар. Өздеріңізді түзетумен айналысыңыздар. Жоғарыда айтқандай, біз өмір бақи өзімізді түзетумен айналысамыз. Бірақ мынандай киелі жерге келіп, көп-көп Құдайдан сұрап, өзіңізді жұмыс жасаңыз. Жаман мінездеріңізді тастауға әрекет жасаңыздар. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Я Аллахым, үлкенде кішіде күнәларымыз кешір, дерт сырқат науқастарымызға шипа бер, дүниеден өткендеріміз жарылқа. Я Аллахым, бізден дұға сұрап атқандардың барлығын Аллахым дұғаларын қабыл еткейсін. Раббым, Аллахым, осындай киелі жерлерге бізбен бірге келе алмайған бауырларымызды келуін нәсіп еткейсін. Және де бізді де осы жерлерге көп-көптен аман есен келуіміз нәсіп еткен. Уассаламу Мұхаммадин ва алейхи ва саллям.